Қайырлы кеш қыздар, бүгін сіздермен қызыл мақпал капкейктерін әзірлейміз. Ол үшін бізге осы заттар қажет болады. Алдымен жұмыртқамызбен шекерді жақсылап араластырамыз. Өсімдік майын құямыз. Және де айранымызға краситель қосамыз. Мен асикордың красителін қолданамын. Айранымызды жаңағы массамызға қосып, жақсылап араластырамыз. Сода қосамыз. Және де құрғақ қоспаларымызды қоса отырып, жақсылап араластырып шығамыз. Осымен біздің тестамыз дайын. Арнайы ыдысына құйып шығамыз. Менде осындай қалыптар бар, сол қалыптарға капкейкке арналған қағаздарды орналастырып, құйып шықтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Піскенін осындай шпажка арқылы тексереміз, құрғақ шықса пісті деген сөз. Енді кезекте кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын сливки және де сахарный пудра қажет. Творожный сыр аздап қоссаңыздар болады. Осымен біздің креміміз дайын. Менікі аздап сұйықтау болды. Қою болғанын қаласаңыз, творожный сырды кішкене көп қосасыздар. Осындай насатканың көмегімен сары красканы кішкене ғана салдым. Кремімізді осындай арнайы крем шығаратын пакетикке құйып шығамыз капкейктердің бетіне. Осымен біздің капкейктеріміз дайын. Сәнделуі өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде келген қонақтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан Диана.